Баршаңызға сәлем достар. Бүгін өте дәмді және оңай плов дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бізге ең қажетті ингредиенттер: ең алдымен зәйтүн майы, туралған пияз, тәтті бұрыш, тауық еті, үкіштен өткізілген сәбіз, күріш, тұз және дәміне қарай дәмдеуіштер. Мен сушеный чеснок және паприка қолдандым. Мен пловты мультиваркада пісірейін деп жатырмын. Сіздер табада немесе қазанда пісіруіңізге болады. Ең алдымен мультиварканы қосып, жарқы режиміне қоямыз. Жарқы режимге 20 минутқа қоямыз. Зәйтүн майын құямыз. Шамамен 1 минуттан соң туралған пияздарымызды саламыз. Пиязды 2-3 минуттай қызарғанша қуырып аламыз. Пияз қуырылып болған соң үстінен тауық етін салып, 5-6 минуттай қуырамыз. Тауық етінен соң туралған тәтті бұрыштарды салып, шамамен бұрыш жұмсақ болғанша 3-4 минуттай қуырамыз. Ең соңында үкіштен өткізілген сәбіздерді салып, жарқы режимі аяқталғанша қуырамыз. Дәміне қарай дәмдеуіштерді, сушеный чеснок және паприканы саламыз, тұздаймыз. Жарқы режимі аяқталған соң алдын ала жуылған күрішті саламыз, бетіне ыстық су құйып тегістейміз. Мультиварканы плов режиміне қосамыз және 30 минутты белгілеп қоямыз. Мінеке 30 минутта біздің плов дайын болды. Қалауынша көкшілікпен әсемдеуіңізге болады. Дәмі өте керемет, иісі де аңқып тұр. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.